Армысыздар достар, ерағадан сіздерге дұғай сәлем. Мен сіздерге тағы да бір сұмдық көрсетейін деп отырмын. Қазір көріңіздер мына. Сосын айтып берем. 我为啥不找男的翻译呢？因为我想这次想过去想搞个婚姻介绍，就是说把你们把哈萨克斯坦的或者乌兹别克斯坦的女的介绍到中国来当媳妇儿。男的翻译不行啊，男的不愿意啊。你们那你也知道，一个男的行好能行多行妻子，能多行几个媳妇儿，男的不愿意，所以说我不想找男的那个翻译，免得引起那个麻烦。比如说找女的，你是女的，你感觉女的愿意来中国当媳妇吗？我想去哈萨克斯坦最不富裕的，就是经济最落后的一个村里农村里面去找那些姑娘，给你们当地政府对接一下，是这样的，红仔，你把图片发给我，我给你在中国宣传，咱们两个合作。 Ал, мына керек болса. Бұлар енді адам саудасын істейін деп отыр екен, қысқасы. Бұл Қытайлардың пландары адам саудасын істеп, қазақтың қыздарын, сұлу қыздарын Қытайға апарып рекламасып, сен маған фотосыларын жібер дейді, мен мына жақтан саған рекламасап берейін дейді. Бұны мына жақта сөйлесіп отқан бір қазақ қыз сияқты, енді оны іздесіп табамыз. Ол ешқайда қашпайды. Бұл негізі адам саудасын істегенмен бірдей қылмыс болып саналады. Сосын тағы айтып жатыр да, біз ауыл Қазақстандағы дамымай қалған қиыншылығы бар ауылдарға барып, біз жергілікті өкіметпенен келісіп сөйден қыздарын алып үйленуге дейді да. Сондай. Маған қыз переводчик керек дейді. Ол переводчик керек жоқ, мен қыз переводчиктарды ертең Қытайға алып барып, мысалы, не осы жерде үйленіп, 2 айлы алуыма да болады дейді. Ал енді керек болса, мен енді бұны әдейіге іздеп тауып алып шығарып отырғам жоқ. Маған жіберіп жатыр, нақты дәлел факт, мына жерде сөйлеген сөзі ешқандай жасандылық жоқ, ешқандай алауыздық, ұлттық алауыздық тудырып деп жүрмеңдер ертең бірсі күні. Короче, осындай жағдайлар болып жатыр. Енді бұған не дейсіздер енді? Бұл тек қана толқа Қазақстан емес, Өзбекстанда өзбек бауырлар тыңдаңдар сендер де, Өзбекстандағылар. Бұл Өзбекстан, Қазақстан деп айтып жатыр. Сосын кешегі шығарған видеомдағы адамды сіздерге көрсетіп кетейін. Кешегі видеода сөйлеген адамның паспортын біреулер маған жіберді. Короче, мұны. Бұны маған біреулер жіберді. Бұның паспортында аты Лян Гуанбо деген Қытай екен. Провинция Хэнанда туылған Қытай екен. Так. Енді тура жаңағы бірінші, қазіргі мен осы видеомда басындағы айтқан сөзді айтқан Қытай мынау екен мына. Көріп жүріңдер. Дәл қазір Өзбекстанда жүр. Өзбек бауырлар, мынаны танысаңдар, ошым жолатпаңдар мынаны. Тура осы Қытай қазіргі қазақ қыздарын не қыламыз? Қазақ қыздарын алып Қытайға апарып рекламасаймыз деп жүрген осы Қытай. Ал енді керек болса. Бұған не дейсіңдер енді? Фото, видео